Мына мұғалімдер демалысқа шығардың бір апта бұрын мен осы жарысқа қатысқан болатынмын. Алтын білім кілті әдістемелік ғылыми зерттеу орталығына педагогикалық идеялар фестиваліне, республикалық фестивальға қатысып, педагогика саласының үздігі атты төс белгімен сертификат және осындай керемет куәлігі бар екен. Міне қараңыздаршы, керемет куәлік және дипломмен марапатталып жатырмын. Рахмет. Өз идеямды ұсынған болатынмын. Менің әдіс тәсілімді бағалап, осындай керемет төс белгімен марапаттағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздердің орталықтарыңызға шығармашылық табыс. Жаңа оқу жылына керемет шабыт сыйладыңыздар. Алдағы уақытта идеямыз таусылмасын. 40 минут сабақ өтсек те, ішінде бір керемет 30 секунд, 40 секунд болатындай өзегі бар бір идеяңыз болмаса, ол сабақтың бәрі жәндегі құмға су сепкенде сияқты сіңіп кетеді. Сондықтан да әр уақытта идеямыз таусылмасын. Педагог болғаннан кейін жан-жақты болуымыз керек. Кез келген нәрседен, мысалы, өзіміздің жәндегі ойымыз бен пікіріміз, идеямыз соған сай болып тұру керек. Негізгі ол мен әдісімді бірінші сынып алғам. Сол бірінші сыныптан бастап сол әдісті қолға алдым. Оқушыларыма да қатты ұнады. Нәтижесінде сіздердің орталықтарыңызда, әдістемелік орталыққа тағы жәндегі жарысқа қатысып, осындай марапаттармен ие болып жатқан қуанышыммен сіздермен бөлісіп қойғым келді. Сіздерге рахмет. Алдағы уақытта Ыбырай Алтынсарин атындағы медальді алуды Аллам нәсіп етсін.